Келестің суы толқындап жатты, жадырап сенің жаныңдай. Арайлым саған, қараймын саған, өзіңде ерке сезіммен. Таң нұрым менің, тағдырым менің. Көке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ай, балам, не істеп жатырсың? Көке, машинамды жуып жатырмын. Ай, балам, бұл жерге неге машинаңды жуып жатсың? Басқа жаққа барып жумайсың ба? Ой, көке, бәрі жуып жатыр ғой машинаны. Есіңде ерке сезіммен, таң нұрым менің, тағдырым менің, бір келем бүгін өзіңмен. Көке, қандай өлең айтып жатсыз? Шәмшінің арайлым ақ келесім атты әні. Естуің бар ма мұндай әнді? Жоқ, көке, естімегем. Кім дедіңіз? Ай, балам, берке жүр өзі. Сіз Шәмші Қалдаяқ деген естуің бар ма? Иә. Бүгін тамыздың 15-і. 1930 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданындағы Шәуілдір ауылында қазақтың қайталанбас тұлғасы, артында үлкен ән мұрасын қалдырған Шәмші Қалдаяқтың туған күні. Шәмші Қалдаяқ. Негізінде әкесі баласының атын Шәмші емес, Жәмшит деп қойған ұқсайды. Яғни өз заманында қайырымды, елге әділ болған Жәмшит деген патша өмір сүрген екен. Сол патша сияқты ұлы болсын деген ұқсайды. Бірақ ел жұрты оны Шәмші деп атап кеткен. Ал Шәмшінің әкесінің өзі кім екенін білесің бе? Жоқ. Шәмшінің әкесінің азан шақырып қойған аты Әнәфия. Оның аяғында қалы болған ұқсайды. Жеңгелері сол қалына қарап Қалдаяқ деп атап кеткен ұқсайды. Содан бұл да есейе келе Шәмші Қалдаяқ деген атты иемден. Шәмші Қалдаяқтың шығармашылығы халқымыздың баға жетпес байлығы деп ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өте орынды айтқан. Таң атты нұрлы жарқын таң атты лаулап жалындай. Келестің суы толқындап жатты, жадырап сенің жаныңдай. Арайлым саған, қараймын саған, өзіңдей ерке сезіммен. Таң нұрым менің, тағдырым едің, бір келем бүгін өзіңмен. Таң нұрым менің, тағдырым едің, бір келем бүгін өзіңмен. Төбеде құстар қағады қанат, мерейлі көктемдей. Жеңешем сыртта қалады қарап, біз өзен бойлап кеткендей. Арай
Арайлым саған, қараймын саған, өзендей ерке сезіммен. Таң нұрым менің, тағдырым менің, бір келем бүгін өзіңмен. Таң нұрым менің, тағдырым менің, бір келем бүгін өзіңмен. Қол созып бірге өмірге нұрлы аттандық еркем біз. Жаңғыртып бүгін дала мен қарды, шаттықтың жарын шертеміз. Арайлым саған, қараймын саған, өзендей ерке сезіммен. Таң нұрым менің, тағдырым менің, бір келем бүгін өзіңмен. Арайлым саған, қараймын саған, өзендей ерке сезіммен. Таң нұрым менің, тағдырым менің, бір келем бүгін өзіңмен. Таң нұрым менің, тағдырым менің, бір келем бүгін өзіңмен. Таң нұрым менің, тағдырым менің, бір келем бүгін өзіңмен. Түсіндің ба балам? Я көке, түсіндім. Бірақ жаман бопты. Жаман болғаны қалай? Анау қыздың келмегенін айтамын, жаман бопты да сол. Мен саған бағал берін айтып отырмын. Бар, машинаңды жуар. Жумайым көке. Неге жумайсың? Арнайы көлік жуатын жерге бар жуам. Жақсы көке. Дұрыс. Өте орынды балам.